Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Үй ішіңізді тойдырар дәмді котлеталар жасау керек болса, дәл керек видеоны қарап отырсыз. Ендеше бастайық. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен картошканы суға пісіріп алып, осылайша пюре жасап алуыңыз керек болады. Содан соң бауырыңызды, пиязыңызды, сарымсағыңызды барлығын жақсылап блендерден немесе мясорубкадан өткізіп алсаңыз болады. Барлығы жақсы араласып, ұсақталуы қажет. Айта кетейін, бізге панировочный сухари қажет болады. Оны дайын магазиннен сатып алсаңыз да, немесе үй жағдайында жасасаңыз да болады. Пешке наныңызды салып қыздырып, содан соң сатып алсаңыз, сізде панировочный сухари дайын болады. Енді пюремізге жұмыртқамызды саламыз, содан соң панировочный сухариімізді салатын боламыз. Ендігі кезекте блендерден өткен немесе мясорубкадан өткен бауыр, пияз, сарымсақ қоспасын салып, татымына қарай қызыл, қара бұрыш және тұзымызды саламыз. Содан соң қоспамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осы сұйықтау қоймалжың қоспамызды сәл қоюландыру үшін ұн саламыз. Менде 5 ас қасық ұн қажет болды. Видеода қандай қоймалжыңда, яғни консистенцияда болу керектігі көрсетілген. Ендігі кезекте табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Котлетамызға форма беруде қолымызға жабыспас үшін алдымен қолымызды сулап, содан соң ұнға аунатып аламыз. Осы котлетамызды енді қызып тұрған майға екі жағын қыздырып, пісіріп, қуырып алуыңыз қажет болады. Достар, қараңыздаршы, көлемі де қандай, түрі қандай, қып-қызыл болып, тәбетті ашатындай болып пісіп жатыр. Бар жоғы аз ғана ингредиенттен осыншама көп тойымды дәмді котлеталар шығады. Сіз де жасап көріңіз.